Баршаңызға сәлем, өте дәмді әрі бір жағынан шығатын ет қосылған пирог дайындайтын боламыз. Ең алдымен салмасын дайындаймыз. Салмасына 200 грамм туралған ет, бір дана пияз және картоп қостым. Қалаларыңыз бойынша асқабақ және де қорам жапырақ қоссаңыздар да болады. Енді дәміне қарай тұз, бұрыш және 2 ас қасық сұйық май қосыңыздар. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде менің рецептермен дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Мінекей пирогымыздың салмасы дайын. Қамырын да алдын ала дайындаймыз. Көрсетілген өнімдерден қамыр дайындап, алдын ала тындырып аламыз. Оны 2 бөлікке бөліп, бірі үлкен, бірі кішкентай жайма етіп жайып аламыз. Ең алдымен үлкен қамырымызды ұн себе отырып жайып аламыз. Одан соң кішкентай қамырымызды жайып, қамырларымызды дайындаймыз. Бұл қамырмен жұмыс жасау өте оңай, әрі қолға жабыспайды, өте жұмсақ әрі нәзік болып шығады. Мінекей көрсетілгендей 2 жайма дайын. Енді ең үлкен жаймамызға салмамызды бір келге етіп орналастырып, бетін кішкентай жаймамен жабамыз. Енді қамырларымызды біріктіріп, әдемі өрім қылдырып жазсаңыздар да болады. Ортасын кішкене тілеміз және бетіне бір жұмыртқа жағамыз. Қызып тұрған пеште 40-45 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Ас болсын!